Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін ажурные блинчики дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдыменен 2 жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне шай қасықты толтырмай, ас содасын салып, тағы да араластырып жібереміз. Кейін 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да бірлет араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды 2-ге бөліп, араластырып, оның үстінен сүтімізді 2-ге немесе 3-ге бөліп, тағы да құйып, жақсылап араластырамыз. Қоюлау масы болып тұрғандықтан үстіне қайнап тұрған суымызды осылай жай құю арқылы тез араластырып жібереміз. Одан кейін қызып тұрған табамызға асты жабысатын болса, кішкене майлап жіберуге болады. Табамызға массамызды айналдыра осылай құйып шығамыз. Қызарғанға дейін ұстап, осылай лопатканың көмегімен жан-жағын жинап алып, одан кейін қолымызбен келесі бетіне қарай аударамыз. Келесі беті де тез піседі. Ары кетсе 1-2 минут қана кетеді. Дәл осындай ажурные блинчиктер дайын болды. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Алтыншаш.